Сәлеметсіздер ме? Сіздермен мен Фариза. Сіздермен бүгін осындай керемет жұп-жұмсақ болып шығатын морковный пирогтың рецебімен бөліспекшімін. Ол үшін бізге осы экранда көрсетіліп тұрған заттар қажет болады. Мөлшерін описанияға астына жазып қалдыратын боламын. Бірінші таза ыдысымызға жұмыртқамызды, кейін қантымызды салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Массамыз осындай екі есе өзінен көтеріліп, осындай ақ түске ену керек. Үстінен сұйық майымызды құямыз. Және бір миксерлейміз. Енді үстінен ұсақталған жаңғағымызды салып, бір рет миксерлейміз. Массамыз дайын болды. Енді үстінен күштен өткізілген сәбізімізді салып, лопатканың көмегімен араластырамыз. Енді үстіне ұн салып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Міне, біздің массамыз дайын болды. Осындай қоюлықта болу керек. Енді салмасын дайындаймыз. Творожный сырдың үстіне қантты және жұмыртқаны салып, жақсылап біркелкі етіп миксерлейміз. Міне, салмамыз да дайын болды. Енді формаға жайғастыратын боламыз. Бірінші сұйық массамыздың жарты бөлігін салып аламыз. Жақсылап тегістеп алып, үстінен творожный массамызды салатын боламыз. Тегіс етіп жайып шығамыз. Кейін үстінен қалған массамызды салып, тегіс етіп жайып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 150-160 градуста 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Міне, пирогымыз дайын болды. Өте жұп-жұмсақ болып шығады. Үстін өз қалауларыңыз бойынша безендірсеңіздер болады. Мен осындай қант ұнтағын септім. Міне, өте жұп-жұмсақ, көріп тұрғандарыңыздай, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Егер менің видео рецебім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Видеоның соңына дейін менімен болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Фариза. Сау болыңыздар.